Ендеше біздің болашағымыз, балаларымыз аман болсын деп, бүгінгі қуанышты той құтты болсын деп, тағы да бір қошеметімізді көрсетіп қояйықшы ағайын. Бәрекелді, той қуаныш өзімізге, сондықтан да барынша көңілдірек өткізуге тырысайық. Ал ендеше ағайын, қазақ халқы аттан құласа да салттан құламаған халық, сондықтан да дәл қазір қуанышты тойымыздың себепшілерінің бірі Алихандай ұлдарыңыздың қазақтың салт дәстүрі бойынша шашын алып сауын кесетін боламыз. Ендеше ардақты ағайын, осынау сәтті барынша орнымызда отырып тамашалайық. Шашуларыңызбен көрімдіктеріңізді рәсімнен соң беруге болады. Неге ортамызға ақ жолымызды төседік, ұлымыздың жолы ақ болсын, ашық болсын деген ниетпен. Ендеше сіздердің қошеметтеріңізбен бүгінгі қуаныштың себепшісі Алихан ұлдарыңызды ортамызға алдыртайық. Құрмет қошеметтеріңізбен ағайын. Ортамызға келген ағайын. Осы жерде Мегей ұлымыздың шашын алатын және де сауын кесетін құрметті қонақтарымыз отыр. Ендеше сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен ортамызға шақырайық. Алихан ұлымыздың шашын алатын кәрі нағашысы Есқыдыр ағамызда, сонымен қатар сауын кесетін Таңбай ағамызда ортаға шақырайық. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Келіңіз, Таңбай аға, келіңіздер. Бәрекелді, рахмет. Неге ананың құрсағында жатқанда балаға қарын шаш деп аталады. Кей өңірлерде баланың қарын шашын бала 40-на толғанда алса, біздің Маңғыстау өңірінде бала 1 жасқа толғаннан кейін алады. Неге нағашысының жолын берсін, көпті көрген өсіп өткен жылдардың қатарынан болсын, ағамыздың жасын берсін деген ниетпен алдымен ұлымыздың шаш алу рәсіміне бастайтын боламыз. Ұлымыздың шашын алмас бұрын ағамыздың ақшарма ақ белгілі алсақ. Ал енді мына баламыздың бүгін деген шашы қиылып, сауы кесіліп, өмір жолын аттағалы тұр. Адам әрқаша құтты болсын, өмірде еш уақытта сүрінбесін, үлкен азамат болып, елдің сүйікті азаматы болсын, еліне қорған болатын, үлкен әкім болсын, президент болсын. Мына әке-шешелері, аталары сияқты өсіп өне берсін. Құтты болсын қадамын. Бәрекелді аға, тілегіңізді Алла қабыл етсін. Олай болса, маңдайлы болсын деп бірінші жағын маңдайын шашып кесейін. Одан кейін ақтамайлы үлкен ақсақал шал болсын, ата болсын деп шалайына кесейін. бәрекелді қошемет көрсетіп отырайық ағайын. Ал артын үлкен елі болсын, қалсы болсын, бір ұрыңды ел болсын деп ақ шашынан кесейін. Бәрекелді. Неге қол соқпаймыз ағайын, Алихан ұлымыздың шашалынды қолыңыз құтты болсын аға. Бәрекелді. Неге ардақты ағайын, қазақ халқы өте ырымшыл халық, баланың сауын кез келген жанға кестірмеген, өнерлі болсын деп өнерліге, жүйрік болсын деп жүйрікке, шебер болсын деп шебер жанға кестірмеген. Неге бүгінде бізде сол дәстүрді жалғастырмақпыз, Таңбай ағамызға арнайы ұлымыздың сауын кестірген жатырмыз, ағамыздың жасын берсін, жолын берсін, елдің елеулі халқының қалаулы азаматы болсын дейміз. Неге ағамыздың ақшарма ақ деген тыңдайық, содан соң ұлымыздың аяғына ала жұмысы байлаймыз. Ал құрметті құда жерлеттер, ағайындар, тұлғалар, інілер, мына мен Базарбай ағамыз маған шоу кесейін деп жатыр. Ал енді шоу кескенде шапқылап жүрсін, жігітіміз деймін.
арманына жете берсін дейміз. Ой, бәрекелді аға. Тілеңізді Алла қабыл етсін дейміз. Мінекей ұлымыздың тұсауын алашпен кескелі жатырмыз. Өмірде ақпен қарана ажыратылатын, өзгенің алашпен аттамайтын азамат болсын дегенмен, қас-қас балам, қайсы балам, қадағым бассаң мәз балам, күрмеуің шешейін, тұсауын кесейін деп, бісміллах деп олай болса, Алихан ұлымыздың тұсауын кесейік ағайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал мінекей ұлымыздың жолы ашық болсын дейміз. Қошеметтеріңіз қайда ағайын? Шашуларыңыз шашуларыңыздар. Неге ұлымыздың тұсауы кесілді. Неге ағайын ақ жолымызға арындан ақшаны қойдық, ұлымыз кәсіпкер болсын деп, кітапты қойдық, неге белгілі азамат болсын деп, қамшыны қойған болатынбыз, қатардың алды болсын, жүйрік болсын деген ниетпен алдымен әнімізді арнайық, ұлымыз нені таңдар екен, бірге куә болайық ағайын. Ақсақалды шал болсын, қамшыны алды. Бәрекелді ағайын, мінекей Алихан ұлымыздың шашауы тұсауы кесілді. Ұлымыз нені таңдаса да, 8 қырлы бір сырлы өнерлі азамат болсын, жылы ашық, болашағы жарқын болсын. Тойларыңыз той қылсын ағайын. Рахмет Сара. Енді шашалған тұсау кескен біздің ағаларымыз бен құдамызға шаңырақтың атына сыйлықтарымыз бар. Соны өздеріңізге тапсайық, құр жолға ештеңе жүрмейді, әрине осында тұрайық, кетіп қалмайық. Алып келіңіздер ортаға. Осында тұрамыз. Шашалған тұсау кескен ағайын. Келіңіз ортаға тұрайық. Той иелерінің сыйлығы бар. Мынау құдалардың ауылынан қоржын арнайы алып келінген. Және біраз сыйлықтары бар, немерелеріне, жиендеріне деп жеткізген. Міне алдарыңызда көрсетіп жатыр. Алдағы бүкіл киетін киімдердің бәрін құдағилар сонау алыстан алып келіп жатыр. Атын атап түсін түстеп жеткізіп жатыр. Рахмет. Үлкен алғыс білдіреміз. Тамаша. Мынау қоржын. Тайдың қоржыны. Жаңа тайды беріп қойдық. Мынау екі балапанның костюм шалбары. Алғашқы. Ал той құтты болсын, той қаласын. Ал мына шашын алған үлкен нағашысы Ескыдыр құдаға. Жаңа нені әкеміз? Ескыдыр
құтты болсын, ал күштеріңізде, иықтарыңызда толсын, денелеріңіз сау болсын, өмірлерің ұзақ берсін. Гүлнар Құдағай, Гүлмира келіннің мамасы Гүлнар Құдағай келіңіз. Гүлнар Құдағайдың да сый-сияпаты. Золотой сақинамыз бар. Золотой сақина, сырт киім жағалы. Гүлнар Құдағай осы бас Құдағай. Құтты болсын сый-сияпатыңыз. Деніңіз сау болсын, жарауына тек тойға келіңіз. Жиендеріңіз көбейе берсін. Аягөз Меруерт. Аягөз нағаша, Гүлмира келіннің нағаша апасы Аягөз. Гүлнар Құдағайдың сіңлісі. Қызды ала келсінші, қызды. Аягөз Құдағайдың Құдаша. Құдағайдың сіңлісі. Күміс сақинамыз бар, Аягөз Нашаға. Тірліктен іздеп келеміз пайда, ол созамыз көп, неге біз айға. Мына Қожағауыл ауылынан келіп отқан нағашысы Лилия Балжан. Мұнда келе қойыңыз бар, сый-сияпаттарыңыз бар. Апат бере ма? Ташкент гүл бар. Құдабала Гүлмира келіннің інісі Аманшыққа. Аман келді. Құдабала пакеті бар, келінге көйлек жаулығы бар ішінде. Келін бөпесімен үйінде бар. Ал Шымкентте келген, Тараздан келген Құдағайлар, тондарың құтты болсын, той қоласын, жиендерің көбейе берсін, жарауына тек тойға келіңіздер. Құтты болсын. Ортаға тұрыңыздар, суретке түсіп алайық. Алға қараймыз. Ортаға дастархан басына шақырамыз. Рахмет тағы да құдалар, құдағайлар. Рахмет, барлықтарыңызға үлкен алғыс білдіреміз. Мұның бәрі рәсім, мұның бәрі дәстүр, салт, өткізілуі тиіс, той иесінің көптен күткен арманы. Арманына қол жеткізіп жатса, бір адам бақытқа қол жетіп жатса, басқаларымыз қошеметтеп отырайық. Дәл қазір ортаға Құдай қосқан құдаларды, көршілерді, ауылдастарды және Базарбай әкеміздің құрдастарын ортаға шақырамыз. Келіңіздер. Барсыздар ма? Құда, құдағи, ауылдас, көрші, ата-ананың құрдастары. Бірге шығайық. Көктемеді жетті ізгері, сарғайып тұр дала күндері. Жүрегімде жатыр іздері, табарымды қайдан білмедім. Құдағайлар, құдалар, ой, тамаша не деген бей мынау құрдастар. Сағынсың ба сен, ұрынан аралғанбысың, таппадың сәулем, армандардан сағынсың ба сен, күн нұрынан аралғанбысың, таппадың сәулем, армандардан жаралғанбысың.
Ey сарысың ба сен күннің нұрынан аралғанбысың Рахмет. Не деген би ағасының биіңізге ғашық болып тұрмыз осы тұрған кезде. Әдемі. Досым дейді, сұлжағым дейді, ризамын. Ал енді қонақтар біздер көппіз, бірақ бір кеміз. Жан жақтан екі-үш адам айтып қалғанымыз қосылсақ нұр үстіне нұр десек те ең бірінші құдалардан бастайық. Құда. Алыңыз аға. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Той қыласың. Базеке, Падима. Өн той беріп жатсыз, тойларың құтты болсын. Неше той қабат. Мына немерелерің біреуін сүндет тойға өткізіп, біреуін тұсаукесер шаш тойын өткізіп жатыр. Өздерің 70-ке толған тойларың бәрі құтты болсын. Өмір жастары ұзақ болсын, жастардың. Өздерің де жастардың балдарыңның алдында ойнап жүре беріңдер. Той қыласын, балдарыңыз бақыт, еліміз тыныш. Жұртымыз аман болсын. Рахмет құда. Жалғастырамыз. Микрофон кімнің қолына түсті айта берсін. Жалғастырайық. Ал, құрметті құда, жасыңызға жас болсын. Балдарыңыз, немерелеріңіз үлкен жігіт болып, елдің азаматы болсын. Деніңіз сау болсын. 60 емес, 70-тен де көбі өте беріңіз. Сол тойға да келе берейік. Тойыңыз той қыласын. Ал, Базеке, ең жақсы көретін жездемедім. Мына бүгін қуанышым көңіліме сыймай тұр. Жасыңа жас қосыла берсін. Мына 70 деген мына аяқ астындағы жас қой, 100-120 жаса. Тек мына немерелерің, шөберелерің алдында ойнап күліп, тек өсіп-өніп жүре беріп. Мына бүгін сүндет қылған тұсаукесер бәрі мына немерелеріміз ғой. Ұзағынан болсын. Тек естіп, тек тойға ұласа берсін. Мына көпшілікке тілерім тек аманшылық, денсаулық, тойгершілік боласын. Әмин. Ал, көп жасаңдар. Рахмет. Жалғастырамыз. Құрметті Жамбылыстар әулеті, Базеке, туған күні құтты болсын, 70 жасың. Тағы 70 жасай бер. Бекеш екеуміз бірге қартайып, бір жастықта ақсамайлы әже, ақжағықты әже, ақсамайлы ата болып, мына немерелердің сүндет тойы құтты болсын, бір жасықта құтты болсын, өмірде бақытты болып, Бекешпен бірге қартайып жүре бер, той қыласын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Тағы да. Ассаламалейкум, құрметті тойшы қауым. Жарауылы, жас тойыңыз, сүндет тойыңыз, тұсаукесер тойыңыз құтты болсын, оң болсын. Өмір жастарың ұзын болсын, жасыңызға жас қосыла берсін. Алла тағаланың берген жасы несіп еткей, тойыңыз тойға ұласа берсін, еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Әмин, рахмет. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Базеке, мына беріп жатқан тойларың болсын, оң болсын. Мына айтып жатқан тілектердің бәрі қабыл болсын. Мына жас балдарымыздың үлкен жігіт болып өссін. Жас той құтты болсын. Аман болайық, сау болайық, осындай тойларда кездесіп. Рахмет. Көршілер ауылдастар сөйледі ма? Кеш арақ тойшы қауым. Мына алыстан жақыннан келіп атқан құда жекжат, ағайын туыс барлығына да қош келіпсіздер. Бүгін мына менің ағам, бір жағынан құда дейм, бауырымның 70 жасқа толып атқан тойы құтты болсын аға.
деніңіз сау болсын. Бала шағаның арасында бәйтерек болып, осыларға ақылшы болып жүре берің. Алланың берген жасын жасай бер. Деніңіз сау болсын, жапырақтарыңыз жайыла берсін. Мен аппақ жеңешеммен бірге қол ұстасып, Алланың берген жасын жасай бер. 100-ге дейін жаса. Тек дастархандарың тойға жайылсын, дендеріңіз сау болсын. Біздер тек тілекшіміз. Мен бір жағына құдағаймын, әрі жаңағы ағам, бауырым, ана кішкентай бауырларымыздың сүндет тойы құтты бола берсін, мұсылман болған үлкен азамат болсын. Кішкентайында жаңа тұсаукесер тойы болып жатыр. Қадамы құтты болсын, алғашқы қадамы. Әрқашан жолдар ашық болсын, бауырларым аман болсын. Тек той болсын, дастархандар тойға жайылсын. Рахмет. Аға азғантай сыйлығым бар, беріп кетуге рұқсат етіңіз. Қыздар жағынан тағы да бар ма? Нүктесін қояйық қыздар. Сосын жігіттер айтамыз. Базарбай құда, құдағай, тойларыңыз құтты болсын. 70 жасыңыз, немереңіздің сүндет тойы, жас тойы, үлкен азамат болып өсе берсін, шөбере сүйіңіз, тек тойға жалғаса берсін. Рахмет. Рахмет. Енді мына жақтағыларға берейік. Қорытындылаймыз қонақтар. Тойшы қауым, жар ауылы той құтты болсын. Базарбай құда Фатима, міне бүгін құдамыз 70 жасқа толып, немерелеріңді сүндеттеліп, жасқа толтырып, той қылып жатыр екенсіңдер, құтты болсын. Құда жас құтты болсын енді. Жасыңа жас қосыла берсін, денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Немерелеріңнің бауы берік болсын. Осы ауылыңыздың жақсы азаматы болып өссін. Не деймін, осы немере сүйіп, шөбере сүйіп, ортасында Фатима екеуің ойнап күліп жүре беріңдер. Барлық кезде үйлеріңізге той деп келейік. Айтқаныңыз келсін. Құрметті тойшы қауым, жар ауылы, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Базарбай аға, құдағай, мерейтойыңыз құтты болсын. Немерелеріңіздің де жас тойлары құтты болсын. Осы немерелеріңізді қызығынан тоймай жүре беріңіздер. Рахмет, меніңше құдалар мен құдағайлар аяқтады. Аяқтайық. Көршілер ауылдастар бар. Айтамыз апа. Ал тойшы қауым, жар ауылы, бүгінгі той керемет той құтты болсын. Базарбай айналайын, класстасым. Құтты болсын 70 жасың. 70 жастағы 70 жас жасай бер. Түптері бір болсын, шақалары мың болсын, жапырақтарың жайылып. Немере, шөбере, шөпшек сүйе бері. Мына Фатима екеуін қол ұстасып, биіктен аққудай самғап жүре беріңдер. 100-ге келің. Барлығыңа құтты болсын, той-тойдар боласыз. Бәрекелді апа, рахмет. Бәрі қосылады. Осы жаға аяқтаймыз. Құрметті тойшы қауым, жарғалы құдалар, тойларыңыз құтты болсын. Базарбай Фатима, базеке 70 жасың құтты болсын. Немерелеріңнің тұсаукесер тойы, сүндет тойы бәрі құтты болсын. Көпшіліктің айтқан тілектерінің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Тек сіздің ауылға той деп келейік. Тойларың той қыласын. Мына балдардың нағашылары, Гүлнар, жиендерің той құтты болсын сендерге де. Орал апа, мына бауырларың той құтты болсын. Тек тойларың той қыласын. Әмин. Рахмет, айтқанымыз келсін. Балдыз. Шықсын шордаға, балдызы. Мен көп сөйлеймін ғой. Айтыңыз. Бұл кісі тек балдыз емес қой. Ал, құрметті жар ауылы, тойларыңыз оң болсын, құтты болсын. Құрметті Базарбай Фатима, жасап жатырған тойларыңыз оң болсын. Біріншіден айтатын, біз кешегі 2000 жылдары Базарбай менің көршім бол. Одан көп замай бір 5 жылдан кейін менің жездем болды, апамды алып отыр екен. Одан көп замай 10 жыл өтті, құдам болды, қыздарым ұсталды. Сонымен енді ағайын туған тумалас болып кетті. Бүгінде міне екеуміз қатармыз, теңбіз,
70'ке толып атсың, 70 жасың құтты болсын. Жастан жасқа тола бер. Бала шағаларың қызығын көр, жапырағың жайылсын. Кішкентай жаңа немереңе сүндет қылып атсың о шөбет. Сүндеті де құтты болсын. Кішкентайдың бауы берік болсын. Жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Менің апам қосаған үлкен азамат бола берсін. Сен тек КамАЗды басып айдай берді, күнде шабашкіні әкеле бер. Солай жүрсін, әмин. Жоқ, мен ана жезден болғасын арасында бүйтіп құда болғасын айта берем. Дұрыс. Көршімін, істемегеніміз жоқ. Құдам, ой, көп зат бар арамызда. Бұлай қара, бұлай, Базарбай, бұлай ударсаң да, бұлай ударса да бәрі жақын болады. Бәрі Базарбай болады. Және көршімнің бәрі Базарбай болып шықты, 4 бұлшын. Базарбай менің, Базарбай шынына бұлай қарағанда жезде ғой. Енді сенің 80 жасқа келген тойың тойлай. Әмин. 90-да екеулеп жайкен, таяқ ұстап жүрейік, 100-де сосын көрерміз сені. Ойленармыз. Жүрейік, аман болайық. Туған тумаластары бәрі аман болсын, бала шағаң қызын көр. Әрдайым тек өйстіп, дастархан тойға жайылсын. Күліп ойнап жүре берейік. Бәріміздің үйімізде осындай той болсын. Аман сау болайық, басқа не айтамыз? Мен айтатын сөзге бет 100 грамм кемшілігі бар. Ішіп алсаң кішкене жіберем ғой әрі-берді. Бастарымыз аман болсын. Бәрімізге тек тілейтін той, өйстіп деп ойнап өсе берейік. Бәріміз жапырамыз жайылсын. Рахмет, үлкен алғыс білдіреміз. Бұл кісі Базарбай әкеміздің балдызы, Таңбай жездеміздің құдасы. Анау Жәмилә қыздың өзі жаңа нағашы болып кетті. Не болып кетті өзі бүгін? Бәрі жан-жақтан өзіміздікі болып жатыр екен. Сыртқа да бермейміз, сырттан да алмаймыз тек өсе берейік, өне берейік, тамыр таныс болып өсе берейік деген бет. Құтты болсын, суретке түсейік бәріміз. Жақындай, келіңіз ортаға. Құда-құдағи, көрші, ауылдас, құрдастар мен сушақтар бәріңізге ризамыз. Ортаға биге мақтылар, көңілдірек. Жараныңды бастайын мен 90-шы жылдары
қымбат ағайын, дәл осы астың үстінде той иелерінің дастарханға табыстайтын сыйлықтары бар. Келіндеріміз соны жеткізейік, ортаға алып барайық дастархан басына шаңырақтың атынан сый сияпат. Шапшаң қимылдаймыз жеңгелер. Ал құрметті қонақтар, кішкене сый сияпаттары бар. Ақкем мен жеңешемнің тойдан тобықтай деп, ең бірінші жаңағы Ақкемнің нағашылары Қараша ауылына, одан соң Бекестің нағашыларына, соларға сый сияпаттар, сосын ауыл үлкендері бар, соларға кішкене тойдан тобықтай сый сияпаттарымыз тарқатамыз. Енді мен оқып тұрайын, сосын жеңгелер жеткізсін. Орыншы апамызға жеткізейін. Содан кейін Балтабай апа және Сән апа жеткіземіз. Келесі кезекте Ханым апа қол көтере отырайық, келіндер бара жатқан кезде. Сосын Раукен қол көтерейік. Алик нағашысы. Қалғандар Бекестің нағашылары. Келесі Мама Жүсіп Анар. Алай. Келесі нағашысы Машарап. Келесі Қалбай Базаргүл. Сақинасы бар қасында Әділ Айдын. Құдалардікі. Келесі Атыраудан Сақи Жаңыл. Жүзігі бар, алып кетеміз. Келесі Ерке апа. Ерке апамыз. Сосын Фарида. Ауылдың абысыны Фарида апамыз. Нұрбибі. Балдары бар, табыстаймыз. Келесі Байнеке аман келді. Бекназар. Сосын Аманғали. Әбілхан. Хамза. Келесі Исатай мен Гүлсінай. Тұрсынбай Жанар. Байманғуда. Орынбасар ағайын. Мұзабай Күлпан. Атыраудан Сақыш. Мадриш. Закуда. Симбай. Не, Закудан берейін. Төрежан Гүлсінайдың Сақинасы бар дейді. Мини құдалық өткізіп жүріп жатырмыз қазір. Ат аталған адамдар сыйлықтарымызды алайық. Осы ауылдың Орал апамыз бастаған алтын ортаға шақырамыз. Келіңіздер. Базарбай әкеміздің туған қарындастары. Орал апамыз бастаған барлық қыздар ортаға шығамыз.
Алты қыздың атын айтты маған, енді бәрі бірдей айта алмай жатырмын, сондықтан да Орал апамыз бастаған 6 қыз ортаға шығамыз. Бұл қыздар енді ауылымызда қыз көп, 50-60 қыз бар, соның ішінде ең үлкен қыздарды Атамандарымыз қамшы. Келіңіздер. Құнсай, Қошеметтеп отырайық. Көріңіз қайда? Сәлем беріңіздер. Құтты болсын. Алтыңыз бәрі келсін, сәлем бердік. Қош көрдік. Келіңіздер. Алдымызға келдік. 6 қызға алтын жүзік бар. Құтты болсын, қыздар. Бәрі де сіздердің тілектеріңіздің арқасы. Осы бауырға деген махаббаттарыңыздың арқасы. Жат жерде жүрсеңіздер тілеулесіздер, қашанда телефонмен болса да халіміз сұрап тұрасыздар, ризамыз. Аман жүріңіздер, елдеріңіздің батасын алыңыздар. Сондай мына сыйлықтарымыз бар. Тағы да. Енді мынау келіндердің өздерінің алған сыйлығы. Бәріңізге бірдей сый-сапат. Құтты болсын. Үстінен жаба қойыңыздар, құтты болсын. Айттым, күзге киім алмай-ақ қойыңдар деп. Міне, төркіннен беріп жатқан сый-сапат тозбайтын киімдердің бірі болсын. Біздер тегесік алып киіп жүріңіздер. Бұл қыздарды ата-енеміз уақытында бәрін төркіндеткен, мына төркінге тойға келіп атқасын, тойдан тобықтай деп сый-сапат беріп жатырмыз. Төркіндететін қыздар қазір бұдан кейін бұл тек қыздарға. Көшербай ағамызды осында келіп тұрсыншы. Бәрін атайық, келесі қыздардың сыйлығы айда жеткізейік, тезек шыртып ашайық болмаса. Бәрін осы жерде ашып тұрмыз. Құтты болсын. Мына екі жағына кетті құртқығы бәрін түсін бірдей. Құтты болсын. Ал енді Көшербай ағамызға да мынау әдемі күрткіміз бар. Бұл кісіге тек күрткі кию керек, өйткені жас. Сондықтан да жасарып жүре беріңіз, аман болыңыз. Ортада осы үлгілі болып. Және жеңгемізге де сый-сапатымыз бар. Күміс білезік Фатима анамыздың сыйлығы. Күмістей жарқырап жүріңіз. Әрқашан аман болыңыз. Абысындарға бір қол соғып қояйық. Генерал абысындарға бұл кісілер. Құтты болсын. Тағайық. Тақсын деп жатыр. Білекке келмей атса ауыстырамыз. Қыздар болды енді осы төркіндеріңізден аз көпті сый-сапат. Тек елге қуанышпен жақсы күнде келе беріңіздер. Ризамыз. Сүртке түсеміз ба? Сүйге. Келіңіз аға, ортаға тұрыңыздар, бауырларымен сүртке түсеміз. Соны ойнатып жіберсем ба деген ой болды. Бірақ енді дайындаған сый-сапат. Уақыт болып жатса, сіздер кетіп қалмасаңыздар, әлі талай сыйлықтарымызға ие боласыздар. Ал дәл қазір Базарбай әкеміз бен Фатима анамыздың көз қуаныштары болған 3 қызы бар. Соны салт дәстүр бойынша қазір төркіндеу рәсімін жасаймыз. Өз аты айтып тұрғандай, төркін деген сөзден шыққан, мынау ежелден бабаларымыз дәп дәстүрді ұстанған. Соның арқасында осындай сыйлы елге танымал болған. Төркіндеу ата-ананың сонау жылауып, сонау сатқан қызы елге келген кезде өзінің қалаған, сұраған дүниесін күйеу баласымен және сәбиін қолына ұстап келсе, үлкен думанды той жасайтын болған. Төркіндеген кезде сыңарсыз төркіндетпеген құлынды биені, бодалы түйені, лақты ешкіні, қозылы қойды, жұбы сыңары ешқашанда ажырамасын деген ниетте үлкен сый-сапат берген. Сол рәсімді жасау үшін ортаға Базарбай әкеміздің 3 қызын ортаға шақырамыз. Келіңіздер. Қыздар ортаға шығайық, келіңіздер. Расул қыздар. Ақкемнің үлкен қызы Шырайлым Шардырада Бекберді Қырқмылтық ауылында келін, өсіп өнген үлкен ауыл. Келін алған, енді қыздары бар, бәрі ер жетті, бой жетті. Шырайлымның атасы Астанбай құда және Гүлзейнет құдаша ортаға шығыңыздар. Тойдың төріне шақырамыз. Астанбай құда, Гүлзейнет құдаша. Жеткізіп берсек те болады, егер келе алмай жатса, тамақ суып қалмасын,
Екінші қызымыз Шолпанда, Қырықмылтық ауылында. Бәрі мылтықтар атыпты ғой? Жаңағы, Шолпанның ата енесі, енді аттарын айта алмаймыз, апа жезде сіздерді тойдың төріне шақырамыз. Мен де мылтық үшін айтып қалайын. Ару қызды, ару жиен қызды шақырамыз. Ару жиен қызды келіңізші. Жаңағы үлкен қыз Шырайлымның баласы Жанарысты Перизат келін, жиен келінмен бірге шақырамыз. Және еңлікті де осы тойдың төріне шақырамыз. Аталған жандар тез келейік, уақыт тұтамыз. Сосын Ақкеннің үшінші қызы, мына Гүлжамал қызымыз, Жеменей ауылының келіні, өсіп өніп отырған үлкен ауыл. Құдағайды шақырамыз. Гүлжамалдың енесі Золотой құдағай. Сосын Жақып құда бала бар еді, келдім. Жақып құда бала. Қалдыгүл құдағай. Жәнібек құда бала мен. Бердібайдың қайын жұрты, олар да Қырықмылтық ауыл. Жалпы Қырықмылтық ауылымен қатты құдандалы жекжатпыз. Жаңағы 1000 жылдық құда десе болады біздерді. Мына жерде екі қызымыз Қырықмылтық ауылында, келіндер Қырықмылтықтың қыздарынан алғанбыз. Өте жақсы ауыл деп айтамыз. Тамаша. Қалдыгүл құдағай. Қалдыгүл құдағай, Жәнібек құда бала, Бердібайдың қайын жұрты. Тойдың төріне келе қойыңыздар. Бәрі келген сияқты табысай. Аспанбай құда, үлкен құда Шардарадан келіп отыр. Жаңағы үлкен қызымыздың атасы, қасында Гүлзейнет құдашамыз. Иықтарынан тон жабылады. Құтты болсын. Гүлзейнет құдаша осыларға басшы болып, жол көрсетіп, осы әулеттің үлкен қыздары. Сезек табысай. Кім ойлаған, тойға келіп сыйлық алып кетеміз деп. Құтты болсын сыйлықтарыңыз. Құдалықтарыңыз 1000 жылдыққа ұласа берсін. Арамыздағы тату тәтті жол әрқашанда мығым болсын. Елшілеріміз бекем болсын, сезімдерімен, сенімдеріне, серттеріне. Енді не қалды? Тойдан тауықтай, әр заттың орны, жаңағы орамал қон болмай жол болады дейді, жолдарыңыз болсын, аман есен жүріңіздер, тек тойға келіңіздер дейміз. Рахмет. Құдалар, құдағилар, орындарыңызға жайғасай, сыйлықтарыңыз құтты болсын. Ару, жиен қыз Ару. Шолпанның қызы Ару. Құдалардың сыйлығы аяқталды. Золотой сақинамыз бар, Ару жиен қыз бар. Еңлік, жаңа Шардарадан келген үлкен қызымыз биыл грантпен универге түсті Алматыға. Құтты болсын Сақина. Мынау жиен келін Перизат келіндігі. Жанарыстың күткізбейді. Жанарыстың күткізбейді. Шолпанымыздың қызы, жиен қыз Аруға келді, Ардуаға, Золотой Сақина.
Иә. Қазіргі жаңағы Ереванский бірлер комплекттері бар. Сосын жаңа мына қазір шығып жатыр ғой, ожау, қызға ожау беріледі деген, сол астабағы мен, сотқа шұбат кесесі мен қыздарға қазір тартып өтеміз. Отандық өнім ожау, ыдысымен, қасығымен, кесесімен. Құтты болсындар, деді қыздар. Қолына бере қойыңыздар. Ереван комплект бірлер сырға сақинасы мен астабағы, ет табағы бар. Ереваннан алдық той арқайы жүзікті. Құтты болсын қыздар, тойға келіңдер, аман жүріңдер, өсіп өліп көбейіңдер. Тек түрінге тойға келіңдер, дендерің сау болсын, барған жерлерінде бақытты болыңдар. Ризасыздар ма қыздар? Болмаса айтта тағы сұрап аламыз. Бір рет алып атыр, бәрін алайық. Құтты болсын. Болды ма? Күйеу балардың сырт киімдері, кішкентай бөпелердің киімдері. Алғат күйеу, келіңіз. Олықтарға да ортаға шығайық. Келіңіздер. Мынау біздің сұлу күйеу балдарымыз. Тамаша. Сырт киім. Әркім өз адамның қасына барып тұрсын. Өз адамдардың қасына тұрып деп жатыр, әрқайсысы өз адамдар. Тамаша. Құтты болсын. Болды-ау деймін, иә? Біз сыйлықты таратып болдық. Бәріңізге рахмет. Сыйлап келгендеріңізге ризамыз. Мына қызға беріп жатқан сыйлықтарымыз да құтты болсын. Әрқашанда елде той болсын. Дастархан басына жайғасуларыңызға рұқсат. Иә, Орал апамыздың атынан бәрге бірдей шайнек. Құтты болсын. Анау-мынау шайнек емес, жанбайтын, татпаспайтын, тозбайтын шайнектеріміз бар. Құтты болсын. Ортаға жақындап тұрайық кішкене. Қыздардың атынан үшеуіне де бірдей бренд түрлі түстегі шай кеселеріміз. Құтты болсын. Жоғалып кетсе іздеп отырасыз біреу, ана сары түс қайда деп. Құтты болсын. Үш қызға менің өзіміздің семьямыздың атынан орамал тон болмай жол болады дегендей, жолдарың болсын, бақытты болыңдар деп сесия бар. Суретке түсірікші қыздарды. Суретке түсірейікші. Тез түсірейік келіп жақындап, орын-орынға қойып, балдар өздеріңіз шапшаң қимылдайық. Алға қараймыз, суретке түсеміз. Суретке алға қараймыз. Біраз уақыт алды. Десек те той елдерінің уақыты өзінікі бүгін түсіністік таңдайық. Енді қыздардың сыйлығы бар дейді ата-анасының үйіне. Көшербай ағамызды, Таңбай жездемізді, Базарбай ағамызды ортаға шақырамыз. Үшеуміз осында тұрайық. Келіңіздер. Бізде кішкене сый-сияпатымыз бар, соны тапсырып жіберейік. Таңбай жезде қайдасыз? Келіңізші ортаға. Ой, Таңбай жезде қайдасыз? Көкешін, ана жеже, Исатай аға, Гүлсінай, Орал апа, Замир апа, Гүлзир апа, Құралай апа, Жәмил апа. Бәрін шақырасыз ба? Шақырмай бере берейікші? Апарып бере берейікші сол кісілерге. Өзіміздің қыздар ғой, жаңа көрдік. Қайттан табыстаймыз, сыйлығыңыз бар. Орал апамызға сақинамыз бар.
Қыздардың атынан жезе. Құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Жаңағыда амандасып қой. Маған қыздардың атынан деп Базекеңнің тойында бір саты келіп қалған екен. Маған бір мынандай бір подарок беріп жатыр қыздар атынан дейді. Сауалыңдар осындайға жеткізсін ме? Үстіңізде болсын. Рахмет. Болды ма? Ал қыздарға бәріне рахмет. Жаңа беріп жатқан мына өзіміздің қыздарға. Әйтеуір папаларын жасын беріп деп, бала жасы аман болып деп ойнап жүре берсін алдыңызда. Айтқаныңыз келсін. Бекеске Ергайға келіншегімен главный Келгіші Бекесі. келіншегімен қыздардың атынан. Базекеңдерді мына біздің Ақтауда көрінбей жүр. Менің Гүлнұр атамның атасының мен көрмедім қызын дейді де Шардарадан келген екен. Лебей беріктен. Айгүл деген қызымның подаркысы маған. Айтуға айта алмай қалдым. Кешіріңдер. Рахмет. Болды ма қыздар? Енді әкемізге, анамызға да сыйымыз бар еді, соны да тапсырып қойдым. Маған керек емес. Қайда әкемізден анамызға? Папаның әдемі костюмі, пиджак, рубашкасымен бірге. Құтты болсын. Мен өзбекше өлеңге уақыт болмай отырмын жесе. Қоямыз қазір. Тумаластардан кейін. Қазір бірін Қоямыз. пиджагымыз, жадағайымыз және алтын білезігіміз бар атамызға. Құтты болсын. Ал сый-сапаттар құтты болсын. Осы жерде тұра берейік, біз қатарымызға бүгінгі Жар ауылындағы апа жезделерді, аға жеңгелерді, жиен бөлелерді, іні келіндерді, тумаластарды шақырайық. Келіңіздер, туысқандар. Ортаға шығайық тілекке. Апа жезделер, жиен бөлелер, аға жеңгелер, іні келіндер, қыз күйеулер. Келіңіздер. Қыз күйеулер, іні келіндер, жиен бөлелер. Күйеу балдар қайда, жиен бөлелер қайда, бейні қайда, айқай шу қайда, Қарагөз Расул. Бөлдірек. Бейдің көкесі болайын деп тұрау деймін қазір. Тамаша, ризамыз аға, қартаймаңыз. Кімден басаймыз? Құрметті тойшы қауым, міне той жақсы өтіп жатыр. Енді айта берейік қой, уақыт алдырмайық қой. Қысқа, нұсқа. Ал,
мына той жалғасып жатыр. Манада құттықтадық. Жаңа костюм-шалбарын беріп жіберіппіз, енді сен жоқ едің. Үстіңе жаманбыз деп жатыр. Ал мына тойың той қыласын. Иә, міне үлкен жан-жақтан шақырған қонақтарың барлығы келіп жатыр. Барлықтарына рахмет, тойларына барайық бәрінің. Иә, тойың той қыласын. Мына Шыңғыс балаға да баламыз аман есен өсе берсін. Сүндет той да құтты болсын. Әлиханның да жасы құтты болсын. Тойың той қыласын. Дастархандарың тек осындай қуанышқа, жақсылыққа жайыла берсін. Той қыласын. Сәлем беріктер көпшілік қауым, той құтты болсын. Аға, жеңше, тойларыңыз құтты болсын. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Сол денсаулықтың астында той-тойлап жүре беріңіздер. Бағанадан бері жақсы тілектер айтылып жатыр ғой. Сол Алла тағаланың құлағына шалынсын деймін. Аға мен жеңшем үйіне Алла тағаланың нұры жаусын деймін. Тіл көзден аман болыңыздар. Өне беріңіздер, өсе беріңіздер, той-тойлап жүре беріңіздер. 100 жасаңыздар. Жалғастырамыз. Базаға туылғаның құтты болсын. 1000 жаса, 100 жаса. Денің сау болсын. Мына өсіріп атырған балаға шағаларым, қызықтарым. Көре берер. Денің сау болсын. Баса бер. Ассалаумағалейкум, тойшау. Мына бәрі айтып жатыр, мына жен жақтан мен айтып берейін. Ал, Базеке нағашы, туғаңыз құтты болсын. 100 жасаңыз. Манадан бері осы кілең, ағайын бар, тума бар, бәрі жақсылық айтып жатыр, сол қабыл болсын. Мына Шыңғыс, Алихан балдарымызда бауы берік болсын, үлкен жігіт болып өсе берсін. Оң болсын бәрі, 100 жаса нағашы. Рахмет, тағы бір адам айтайық, қалғанымыз қосайық. Қосамыз ба? Қосылады. Тамаша. Рахмет. Барлық туысқандар аман болайық, дәл бүгінгіде үйімшіл болайық, тату болайық. Ортаға тұрайық, суретке түсейік. Той қонақтарын сұраған кезекте әлі, біздің той әлі біткен жоқ, қабыл алыңыздар.
бағдарламамыз жалғасады. Арнайы үшеді тумаластардың сұрауымен сонау өзбек халқына әндермен қалуымыздар кетіп ортамен алыстамаймыз. Баршамыз көңілден көңілден төлеміз келген ал тумаластар қайда? Танқылымызы! Молодцы! Арнайы үшеді тумаластардың сұрауымен. Gülüm sıfıra
Oyde! Aşağı! Ay bereket. Sizi mana bir ayda mana. Al kelingizin oturыңыз. Nabarning şok, mıқты nabaring topib berib. Bizning ishimiz men bugungi to'yda top jarатын kuchli biliydi qiz bormi? Nabaring. Ko'rsatingiz bana. Ha? Ya bu indak biliydi. Қазір кеттік ал, арнайы сексенді қояйықшы. Жезуха, давай. Қайса. Қошемет бар еркі құрдастары қайда. Ағас, қолдарыңызға ризамын, манадан бері билеп атқан. Ағы ебен, кәм күшті. Базарбай, красавцы, тоже. Мен қуға автобус жеткізгенде. Жете алмайсыз ба? Өмір бойы жете алмайсыз ба Базарбай ағамызға? Орнына билей бересіз. Алып келші подарок, жеңіші, сыйға алып келейікші. Ай, жете қайда кеттік кел. Подаркын алып келейік. Мұна біздің шаңырақтың атынан машина. Машина. Мұны, досым, алда вақта қоямыз, қошеметтен қояйық, дос, сұлшақ. Қаракелді. Әлі біздің жесімізбен тең келіп бақталасы көп тұрған жоқпыз. Кім бар? Кім бар? Жесіме билейді. Шай шолтаға. Кім бар? Келіңіз. Кел апа, кел, давай, ортаға шығайық. Бүгін күнде 70-ге толатқан жоқ біздің Базарбай екеуміз. Кел. Рахмет, аба, жаңа 6 қыздың ішіндесіз осы, е? Жетішсіз. Мына кісі киімі. Кеттік па? Сіздің үшілем. 6-дан 2-уміз. Екеуміз, біреумен дейді артынан екі. Кеттік ау, маэстро. Кет! Давай! Давай, жезді любой видео керек. Кеттік ау. Бұл құрекек емес, құралады кішкентайы. Апа, нормально, осы жерге келіп қойшы, артық бар. Сыйлық береші кеш, сыйлық берейік. Мына сыйлықты өзіңізге табысағым келіп тұр. Абай оғамыз әлбеді. Әулеттің атынан, апау! Қайда кеттіңіз? Бұл жаңа жездермен өздері апа күшті билеп атырыңыз. Ол не заправка ма? Зарядка дейді. Так! Құрдастардан, жездеріңіз үлкен алыс білдіреміз. Жезге сізге шақ келер ешкім шықпады әлі. Папам бар мен шақ кетіп қалды ол. Қап, ол кісі негіз айратын етпейді. Бар ма екен далада шақырайықшы? Коня демізіңші, Коня. Қайнаға, ұрама, енді осы көп билей бермеңіз, орныңызға барайын. Насыйлық сізге. Ұрса маған айтыңыз. Подаркын алды етімге бересіз, құралай бабай ма? Шілей бер апа ертең той берсек. Туризмге салам. Кілетір апа? Ау. Базарбайдың досы көп та. Сонысында мен аяғыма бұра темірға. Сен мен орныма достарың шығар өзімге жетеді ғой, мен ашып. Сіз билеп болған сәтсіз жаңа. Сізде басқа да бар ма билейді? Бізге бәрібір. Бәрібір. Ол мен ба? Тамаша. Керемет. Базарбайдың достары шықсын. Базарбайдың достары дейді. 70 жастағылар. Бар ма екен ондай кісілер? Кел ба? Ал. Жезде келші. Жерге тұрдағасы, о жерге тұр, о жерге. Бұл да сіз сияқты бір әулеттің күйе баласы ғой, бабам. Пеші болған негіз, келші.
Кел, папа, ортаға тұрайық. Міне, Коля, танисыз ба? Кардаш, тамаша. Спонсоры Таңбай. Не бересің сен? Не бересің? Ол тикет. Алдарыңызда твиз, жезде және құда. Кеттік ал, давай. Қошемет, ойбай, елеге бейік. Сүзбейік, ай, бірге, жезде давай. Жезде, скесенеміз. О, жезде. Қандай шөйтіп бейлемейді, әмшеттік. Инағамның несі ғой? Тамаша, жезде саған рахмет қашы, ол сөз жоқ. Не берсем екен? Жезде, неменеге? Жаңа біреу берді. Пайғамбарда күйеуін сыйлаған дейді ғой. Дұрыс берді. Дұрыс берді? Дұрыс берді. Бірақ мынау әкеге енді менің мазағым ғой. Бірдеңе берім келеді. Бірдеңе берім келеді дейді ау. Тағы бар ма? Біздің пақа бермейді. Бар. Қыздар жоқ ба? Бәрі жігіт болып берді ме? Кел, бірден болдан шайықшы. Қошемет, поддержка қыздар. Кел, давай. Ал, қыздарды туып көтеріп шықты біздің апам. Соңғы рет бір көрейікші апа. Біз сізге сенеміз. Маэстро, кеттік ал. Тамаша. Жарлары қайда, поддержка қайда, қырмызықтар қайда. Бірге. Тамаша. Бірге. Тоқтамай. Hoş geldin. Mama küçük abi, büyük abi, size bilgi basıdır. Kim jengdi деп ойлайсыздар? Өздері баба қошемет бар ма? Біздің пақаға қошемет бар ма? Әлде тағы бір рет көресіз ба? Қандай би қояйық? Қазақша дейік, ортаға шығайық, ең соңғы рет. Бір ән қоямыз, кеттік ал, маэстро. Шаршама, тек шаршама. Шынды биледі, Гүлсер апамызда базар жоқ, манадан бері тепкілеп жесемен бір биледі, ол кезінде жеңді. Енді мына Сейсепат апа сізге шаңырағымыздың атынан ауырмаңыз, сырқамаңыз, тек қана елге қосалып жүре берік самаңыз. Рахмет, ризамыз, Гүлсер апа, ризамыз. Енді мынау сізге құтты болсын. Жаңа айтқанымыздай, бұл кісі менің әкем. Ұқсаймыз ба? Ұқсайды дегенде қошемет соғайық. Давай, не бересің? Мұна Таңбай деген жездем, манадан бері жезде жеп жатырмын. Осы шар еліне осы Таңбай жездем арқылы таныстым. Таңбай жездеммен менің папам Қалымбай екеуі бажа. Туған бажа. Туған бажалар болса қол соғайық. Сен қырқылықтар, өңшен қырқылықтар бәрі жиналған екен бұл жарының ауылда. Қошеметін қояйық, қырқылықтар қайдасыздар? О, браво. Рахмет, папа. Үлкен алғыс білдірем. Айма, бұлай айтсаңда бұл тамадаға барға рахмет. Асаба дейміз ғой. Ал, той жалғасы өрісін ал. Сау олыңдар. Рахмет. Сағат 11:30 болды.
ас қайырамыз қазір, сабырлық сақтаңыздар. Базарбай әкеміз бүгін 70 жасқа толып, мынау нән сарайды жалдап, қалтасындағы соңғы тиынне дейін сауып, осы мейрамханадағы қонақтардың бабын тауып, қабағына қарап, алдарыңызды жайнатып отыр. Енші асықпаңыздар, тойға келдіңіздер ғой, келетқан кезде білдіңіздер, той жарауылынікі. Бірер сәттен кейін ас қайрам, той басталғаны жаңа 3 сағат енді болып жатыр. Сәл шыдаңыздар. Ортаға Бекес пен Гүлмираның достарын шақырам. Келіңіздер, ұжымдастар, құрдастар, достар. Ортаға шығайық. Келіңіздер, жас достар, ұжымдастар. Қыздардың достары. Ол жақта да жеке мектептер бар. Бердібайдың құрдастары, 79-дар. Бердібайдың құрдастары қайда? Рахмет. Енді мында 40 мылтық ағам бар, Сұлжақ. Мана құдалары, көршілері, ауылдастар, және әкеміздің құрдастары мен Сұлжақтар деп шақырдық. Сол кезде айтпай қалған екен, аға, келе қойыңыз. Өзіңіз бастап бере қойыңыз. Сіздер достарысыңдар. Мен осы 70 жастағы, мына келіншектің мен достарым. Біздер келісіңдер шығуларымен. Біздер бастайық, сіздер кейін қоштаңдар. Давай. Базарбай кет. Базекеңнің достары, кластастары, ортаға одан кейін біздің балдарымыз. Әке тұрып, жаңағы не сөйлейді дейді ғой, одай болмасын. Кел бер отыр. Екеуміз. Кел. О, берге, Фатима, сенің мен ме? Сені қызметі күшті бір өрді де алатын болсын. Айтады деді. Біздер мына қар жол тайғасы кетсін, жолдасымыз, жаңағы жолға шықсан, жолдасын тауып шық дейді ғой. Біз Базарбай екеуміз баяғыдан 50 жыл дос болып едік, осы Ақтауға келгеннен кейін екеуміздің сәл арамыз алыстап кетті. Сонсын, Базеке, мына камазистің балары камазист болады да, гайдың баласы гай болады, бұғалтырдың баласы бұғалтыр болады дейді ғой. Сонда біздің балдардың бәріміз камазист болып кетті. Енді өйкі ортада бізді балдарға кендерге жалтақтайтын жағдайымыз бар. Соның үшін жаңағы балдар дейді, одан балдардан қалды өзіміз бір билеп алайық. Достар деген тілекпін, достар деген бір өлең жібер. Біздер келіншегімізбен, төртеумізбен, оның достары шықты. Мына Базекеңнің 70 жасы, мен бұны қуалап келе жатырмын, мен де 60-ға 70-ге қуалап бара жатырмын, бұл жетірмей бара жатырды. Бұл қуалай берсе, мен ізінен қуалай берейін, деніміз сау болсын, өмір жасымыз арқылы балдардың қызын көрейік. Немерелердің сүндет тойы осындай қуанышты күнде бола берсін, жұбымыз ажыраспасын. Сіздің өзі 40 мылтық сен сәл табай пәтер шықсыншы. Жасаймыз, әкеміз қасында тұрыңыз, келіңіз ортаға, шетке тұрайық. Енді құрдастар бассайық. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым, бүгінгі жиналып қалған көпшілік, баршаңызға той құтты болсын деймін, осы той баршаңызға да жұғысты болсын деймін. Ал не айтайын, Базарбай аға, Фатима жеңше, бүгін жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, жаңа немерелерінде біреуін пішпелеп атсын, екіншісін тұсауын кесіп атсын, қадамдар құтты болсын деймін. Әрдайым тек отбасыларыңызда осындай жақсылықты, қуанышты күндер көп болсын деймін. Тойларыңыз тойға ұласа берсін ал. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Жезде, апа, тойларыңыз құтты болсын. Қысқаның сүндет тойы құтты болсын. Барлығыңызға той тілеймін. Бердібай, кім жиендер, рахмет сіздерге. Папаларыңызға осындай той жасап беріп жатсыздар. Жұғысты болсын бәріне де. Құда қаласа, шеберлеріңіздің тойыңызда жүре беріңіздер. Апа, жезде, соны тілеймін.
Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Жары ауылы, өзіміз ағайымыз, жанбозовтар әулеті дейді ғой. Папа, мама, туған күніңіз құтты болсын. Мына балдарыңыздың сүндет тойы да құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Сіздер аман болың. Сіздер аман болсаңыздар, артыңыздан ерген бала шағаларыңыз аман болады. Дендеріңіз сау болсын. Сіздер гүлдей жайнап жүре берің. Той құтты болсын. Бәріңізге тойшы қауым. Тойдан тойға жете берейік. Аман сау болыңыздар. Бекесінің құрдастары бәріміз бір ауыздан қосыламыз деп отыр. Азын аулақ подаркымыз бар, оны бере береміз. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Махан, туған күндеріңіз құтты болсын, жасың құтты болсын, бізге талай өзің қуып өсірген балдарың 70-ке келген сөз қуаныштымыз. Тағы 70 жасаңыз. Сіздің арқаңыз осы күнге жетіп жатқанымыз бәрі. Бала күнімізден бәрімізді өсірдіңіз, қудыңыз талай жерден. Еске алатын момент көп болмас екен. Қуаныштымын. Осы жасқа жеткеніңізге немерелеріңіз беріп жатқан қуанышы құтты болсын. Осы артыңызда келе жатқан ұрпағыңыз айтады ғой, пәлеңіз кеңінен жая беріңіз. Тек әрқашан отбасыңызда шаңырағыңызда той болсын, қуаныш түгіл көп болсын. Тек сіздің шаңыраққа той деп келейік, қуаныш деп келейік. Біздің балдарымыз, Әлихан мен сол балдарымыздың да болашағы жарқын болсын, үлкен ер азамат болсын. Осы жанбозовтардың әулетінің атын шығаратын үлкен азаматтардың бірі болсын. Осы үлкендердің тілегіне қосыламыз бәріміз. Кішкентай балам мен, сол балам осы Әлиханға өзінің інілеріне артына ертіп жатқан сол тілегі болсын. Әке, сенің жасыңнан асып барам. Кезі келгенде тасып табам. Кезі келгенде жасып қалам. Мұны өмірге бәрібір ғашық болам. Құралыққан емеспін қуаныштан. Қуаныштар алдында құрақ ұшқан. Бір арыстан өмірден өткенімен өмір сүріп келеді тірі арыстан. Өкінбе, әке, отың бар сөнбейтұғын, ол мәңгілік жана да бермейтұғын. Ұрпағым бар елменен ер намысын, тірі тұрса қолына бермейтұғын. Сұлтанмахмұт Торағыров, мен қазақпын деп мақтанамын. Ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ, өмірі өзім қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтарамын. Алтай, жерді, сыр, дария, есіл жайып, арасан қоныс қылдым ірге жайып. Елім, жерім, қорғайтын елім болып, еш еттім мен ел давада оқа тойып. Ертіріп ұрпан даңқ еткен, бір кезде еурпан тітір кенткен. Кіргені есік, шыққана тесік болып, күн бағас күн шығысқа әмір жеткен. Кеше қан Шыңғыстың ұрпағына талай сар, талай князь тәжім еткен. Мен қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын. Бәрекелді, өркенің өссін. Бұл точкасы болған сияқты бүгінгі тілектің. Бәріңізге ризамыз. Уақыт бөліп соңына дейін күткендеріңізге. Сіздердің де ғұмырларыңыз ұзақ болсын, Базарбай әкемнің жасын берсін деймін. Ал, ортаға тұрайық. Суретке түсейік. Балдарыңызбен жағдайымыз. Достар, орнымызға жайғасамыз. Дастархан басына отырайық. Ас қайырғасын өздеріңізге ән қойып береміз. Қазір орындарыңызға шақырамыз. Рахмет тағы да.
Ортаға бүгінгі тойды ұйымдастырған той иесі Базарбай әкемізді, Фатима анамызды, бала келімен, қыз күйеуімен тек қана той иелерін ортаға шақырамыз. Келіңіздер. Ал енді қымбатты той иелері, қуаныштарыңыз құтты болсын. Бүгін ұлы той, ел жұрттың уақытын сай алмаймыз, әрине өзіміз уақыт сатып алсақ та. Осында келген ағайынға алғысымызды, рахметімізді айтайық. Бәрін көрсеткіміз келеді, бәрін бергіміз келеді, той жасағасын, бір рет болғасын, барлық дүниемізді ұсынғымыз келеді. Десек енді уақыт тапшы, сол сізді сыйлап, осы сәт келген отырған ағайынға алғысымызды айтайық. Құрметті тойшы қауым, мына ағайындар келіп жатыр, мына тойымызға. Нағашылар келіп жатыр, жиендер келіп жатыр, күйеуалдар келіп жатыр. Мына бәріңізге рахмет той келгендеріңізге. Мына үйлеріңізде де осындай той бола берсін, дендеріңіз сау болсын, балашағыңыз аман болсын. Дендеріңіз сау болсын, аман болыңдар. Рахмет келгендеріңізге көп. Мұналғыз әке баққаның үшін еңбекпен нанды. Құрметті тойшы қауым, мына қымбат уақыттарыңды бөліп, осы біздің қуанышымызды бөлісуге келіп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Мына туған туыстар, апалар, қайын сіңілерім, қайынларым, келіндерім, сіңілдерім, інілерім, барлықтарыңызға осы көп рахмет. Нағашылар, осы тонау алыстан Ақтөбеден келіп жатқан сыйлап, сый құрметпен. Қана қайнағаларым бар, қана Бейнеуден келіп жатқан. Осындай уақыттар, қымбат уақыттарыңды бөліп келгендерің үшін сіздерге көп рахмет. Ал баба, жеже, тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, жастарыңыз ұзақ болсын, ауырмаңыздар, шаңырақтарыңызда тек той болсын, бауырларымыздың тойлары құтты болсын, жастары. Тек тойға ұласа берсін. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Осы бүгінгі біздің қуанышымызды қызық өткізуге ат салысып келіп отқандаған көп рахмет. Ағайын, тума, нағашы, жиен, бөле, құдалар, құрдастар. Бүгін баба, сіз 70 жасыңыз құтты болсын. Сіздің арқаңызда осындай үлкен азамат болып, бала шағалы болып отыр. Біз балдарыңыздың, қыздарыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріп, басшы болып жүре беріңіздер, жемекең. Ал деніңіз сау болып, зор денсаулық тілеймін. Ата, шығып жатқан жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, әрдайым біздің жанымызда. Енеммен бірге бақытты ғұмыр кешіңіз, немере шөберелеріңіздің қызығын қызықтап жүре беріңіз. Енді мына Шыңғыстың сүндет тойы, Алиханның бір жасы бәрі құтты болсын, үлкен азамат болып өсе берсін. Тек жақсылық болсын. Келіп жатқан қонақтар, барлықтарыңызға рахмет айтамыз. Сыйлап келіп жатқандарыңызға. Ал көпшілік қауым той құтты болсын. Баба, жеже, тойларыңыз құтты болсын. Екі немерелеріңіз үлкен азамат болып өсе берсін. Ұл қыздарың, немерелерің алдында шапқылап жүре беріңіз. Той қоласын ал. Кеш жарық тойшы қауым. Алла кешін бүгінгі мерей тойыңыз құтты болсын. Жасыңызға жас қосыла берсін. Анашым екеуіңіз тек қартаймай,
немере шөбере соларын қызықтап, алдымызда ауырмай, шалқып жүре беріңіз. Мына алыстан келген қонақтың барлығыңызға рахмет айтам. Алыс жақыннан келген қонақтарға барлығыңыздың мына алтындай уақыттарыңызды бөліп, қозғалмай отырғандарыңызға көп рахмет. Бәріңізге рахмет. Ассаламалейкум, той қауым. Ата енеміздің той қыласын, 70 жас құтты болсын. Ауырмаңыздар. Бұдан да өрістерің жайыла берсін, шаңырақтарың кеңге берсін. Сіздерге енді дүниедегі бәр жақсылық тілеймін. Дендерің сау болсын, әрқашан. Ауырмаңыздар, тек осындай тойда, ағдастарқанда, қуанышта кездесе берейік. Өмір жастарың ұзақ болсын. Тойшы қауым, сіздерге де сондай жақсылық тілеймін. Бәріңізде осындай 70 жас, 80 жас, 90 жас, 100 жас той-тойлауға жассын. Тек тойда кездесейік. Келіп атқандарыңызға қуаныштарыңыз бөлісіп. Бәріңізге рахмет. Тек шаңырақтарыңызда бәріңізде той болсын. Ал жақсы тойшы қауым, біздің бүгінгі қуанышымызды бөлісуге келіп отқандарыңызға көп рахмет. Ал бапа 70 жасың құтты болсын, жасыңа жас қосылсын. Осы біз жас кезімізде бапа қайта телефон соғады, звондайды. Біз кейіміз бапаға соқпа, негізі соғасың деп кейіміз. Ал енді міне өзіміз атаны отырмыз. Балаға деген уайым қайғыны көріп отырмыз. Міне мен айтқым келіп отқан, менің әкем әлде де маған звондайды. Қайдасыңдар, хабарласпайсыңдар ма, ауылдасыңдар ма, қайдасыңдар, қаладасыңдар ма деп. Менің осындай қамқоршы әкешім барына шүкір. Мақтанам осындай менің әкем барына. 100 жасы әке. Бақытты болыңдар тек. Мына менің кішкентай бауырларымда жасына жас қосылсын, үлкен азамат болсын. Тек осындай тойларда кездесе берейік. Баршаңызға той тілеймін. Папа, жаңа жасың құтты болсын, денің сау болсын. Денің сау болып жүре берсін. Алланың берген жасын жасаңыз. Тойшы қауым, рахмет келгендеріңе сыйлап. Ата, 70 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. 100 жасаңыз. Бүгін Шыңғыстың сүндет тойын көрсеңіз, ертең бұйырса үйлену тойын көріп жассын сізге. Шөбере көріңіз немереңізден. Тек алдымызда ойнап күліп, мама екеуіңіз жүре беріңіздер. Бәрекелді қуаныш иелері, тек қана өлетеріңізден той кетпесін. Дәл осындай әдемі қалыптарыңыз айнымасын, шаңырақтарыңыз шаттыққа бөлесін. Ортаға тұрайық, өзіміз жанұялы суретке түсейік. Жаладан аман өт. Я Құдайым оңдасын, оң жолымен бастасын, бекетатан жар болып қыдыратам қолдасын. Беріліп атқан мерекелерің оң болсын, той-тойға жалғасын. Еліміз сау, бастарымыз аман болсын. Аузбиллахиминашшайтаниррajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme la ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
إلهي ما في السماوات في الأرض من ذا الذي شفاء عنده إلا بإذنك يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يحيطون بشيء من إلا بما شاء وسع كرسيه في السماوات في الأرض يده حفظهم وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين аса қамқор ерекше мейірімді я Раббым алла осы оқылған құран сүренің сауабын алдыменен адам атаға хауанаға екі динаның салдары болған адамзаттың асылы сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға пәк отбасыларына әділ сахабаларына әулие әмбелерге маңғыстау бойындағы 362 әулиеге бекет атамызға сұлтан атамызға қараман атамызға бақсы еттік құдіретті күшті алла тағала осы құран сүренің сауабын осы жерде қол жайып отқан момин мұсылмандардың ата бабаларына және де ата бабаларына осы отбасымыздан өткен ата бабаларына Жанбозұлы Жақан ағамызға жеңшенің әкесінің аты кім еді? Елдіберген қызы Алтын жеңгемізге бақсы еттік. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жандары жанатта болсын. Құдіретті күшті Алла тағала өзіңе жақын еткейсің, жаннаттан орын бергейсің, Құранмен нұрландырғайсың, алдынан жарқы біліп білмей қылған күнәларын Алла тағала кешіре көргейсің, сауал жауаптарын жеңіл қылғайсың, көр азабын кітабын Құран қылғайсың, амал дәптерін оң жағынан бергейсің. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар бирахматика рахманир рахим. Аллаху акбар. Әмин. Оқылған дұға тілектеріміз қабыл болсын. Әрқашанда аман болайық, жар елде тек қана той деп жолға. Есен сау болыңыздар. Ортаға